Сәлем достар, сендермен мен Нерка. Бұл топ 5 айдары. Бүгін біз Қазақстандағы ең мықты топ 5 фильмді айтатын боламыз. Ендеше кеттік. 5-ші орын. Бизнесмен. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары өз өмірлерін жақсартуға тырысқан 3 дос алдында бизнес сияқты ұғым тұр. Алайда, бизнес әрдайым тәуекел болып табылады. Ал жас кәсіпкерлер жетістікке жету үшін көп нәрсені құрбан етуге мәжбүр болады. 3 дос осындай сынақтан өте ала ма? Оны осы фильмнен көре аласыздар. Предлагаем вам за 50. Тогда тост, пацаны. О, За наше светлое будущее. И теперь, как прежде, уже никогда не будет. Сандраму с любого нахуй надо будет поставлю. Вы чё такие заряженные? Ты уже не контролируешь ситуацию вообще. Вот так вот мы теперь разговаривать начали? Друзья. 4-ші орын. Районы. 80-ші жылдардың аяғы. Алматы. Арсен Әбиевтің отбасы шеттен орталыққа көшеді. Жаңа мектепке келе салысымен бала өзінің бұрынғы сыныптастары мен қазіргі сыныптастарының айырмашылықтары бар екенін түсінеді. Қазіргі сыныптастары ересек және өздеріне сенімді. Олар ата-анасынан ешқашан рұқсат сұрамайды, тек өз білгендерін істейді. Сыныптастардың арасында Азамат пен Хабиб жаңадан келген Арсенді өз қатарына қосты. Қазір Арсен олар сияқты аудан бұзақысы. Бұл атақ бәріне бірдей берілмейді. Арсенге жаңа өмір ұнай бастайды. Арсен жаңа өміріне үйрене ме? Оны осы фильмнен көре аласыздар. Я знаю, кто-то из вас. Все ваши районы. А если я не хочу никого напрягать? Үшінші орын Томирис. Томирис түркі сақалықтарының байырғы заманда ел билеген атақты ел патшаларының бірі. Массагет халқының байырғы заманда ел билеген атақты ханшайымы. Себебі грек жазбаларында оның елін Массагет деп атайды. Томирис ханша есімінің тарихқа еніп әлемге атақты болуы, 4 құбыланың тұтас билеушісі, ешқандай шайқаста жеңіліп көрмеген Парсының әйгілі патшасы Кирмен шайқасуы. Олардың шайқасы қандай болды? Оны осы фильмнен көре аласыздар. Sanamala qiyal түш, мана devir күч. Санау бір соңышта божа кетірі. Екінші орын Жау жүрек мың бала. Фильм қазақ халқы жоңғар шапқыншылығына қарсы ерлікпен күрескен 18-ші ғасырдың бірінші жартысын қамтиды. Сол кезде қазақ жастарын біріктіріп, басқыншылықтарға тойтарыс беріп, майданда шешуші жеңістерге жеткен еді. Кино желісі бойынша осы соғыста ел үшін күрескен жауынгер ер азаматтар қатарында Жау жүрек Сартай батыр бар еді. Ол өзінде жеткіншек сарбаздарды ту көтеріп жорыққа бастап шығады. Мың бала атанған Сартай жасағы өзінен әлдеқайда көп жауға соғысқа шығады. Ол осы соғыста жеңе ме? Оны осы фильмнен көре аласыздар. Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар. Сартай, осы бір күннің өзі мен үшін мәңгілікке татиды. Любовь сотворит героя. Бауырларым менің! Ақтық майданға түсеміз. Көр салмай қалсақ бақұл болайық. Аттанды қалаш! Казахфильм представляет. Рекетир. Бірінші орын. Рекетир. Рекетир 2007 жылы қазақстандық көркем фильм. Режиссері Ақан Сатаев. Рекетир Саян атты жас адамның өмірі туралы өмірбаяндық тарих. 90-шы жылдардың басында ол Алматыда дүниеге келген және өскен жігіт. Үлкен үміт беретін боксшы, бокс әлеміне жол ашпақшы болады. Бірақ бұл жолдың жоқ екенін түсінгенде басқа өмір бастайды. Таңдаған өмірі дұрыс па? Оны осы фильмнен көре аласыздар. Но наступает момент, когда он начинает понимать, что назад уже дороги нет, что за все в жизни, оказывается, надо платить. Как убили? Какой ценой, он узнает позже. Міне достар, видео бітті. Видеоны арнаға жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ерка. Қош сау болыңыздар.